тағаларым, Нұргүл, Шолпан апай, Перизат, Жанат. Бүгін бізде Беш бармақ пати. беш бармақ пати қазақша. Miami, yeah, Miami. Wonderful, wonderful, wonderful. Miami, yeah, Miami. Достар, қалайсыздар? Бүгін біз менің ықылас досымның әпкесінің үйіндеміз, қонақта таным. Жездесінің үйіндеміз. Жанна рахмет, Еспай рахмет. Және менің нағашымды тауып алдым ғой мына. Сұлтан деген красавчик. Үйлендіреміз Құдай қаласа. Амин, амин. Еспай деген әпкең келді деп срочно деп ертіп алып депті. Өте қуаныштымын танысқаныма. Мен де қуаныштымын. Бізге Жанат, қуаныштымыз. елге сәлем айт. Қазақстанға сәлем. Сағындық. Келгеніңізге рахмет. Рахмет. Достар, маған дайректте өте көп сұрақтар қояды. Сіз өз-өзіңізбен қалай жұмыс жасадыңыз, өз-өзіңізді қалай кешірмейтін адамдарды кешірдіңіз, қалай жетістікке жеттіңіз, жалпы өзіңіздің бұл дамуыңыздың сыры неде деген сияқты көп сұрақтар келеді. Мен соны айта кеткім келеді. Қыздар, келіншектер, жалпы бұл өмірде адам өзімен ғана алысу керек. Біреудің ішкен жегені, отырғаны тұрғаны, жалпы біреудің өмірімен, тағдырымен алысу деген жаманның жаманы. Бүкіл энергияңызды жеп қояды былай айтқанда. Екінші, және достар, ең бастысы дамуды тоқтатпау керек. Өзіңмен жұмысты тоқтатпау керек. Ол тек психологияға ғана қатысты емес. Жалпы әдебиет, мәдениет, ғылым, білім деген нәрсені адам максималды түрде өз бойында дамыту керек. Өйткені барлық қазына өзіңнің ішінде ғана. Өзіңді есту, өзіңді тану, өзіңді көру, өзіңді сезіну, өзіңнің ішіңдегі меніңмен гармонияда болу, бұл сіздің бүкіл тағдырыңызды шешеді. Маған көп адамдар дайректте жазады, сіз соңғы кезде бір тыныштық, сізде бір гармония, бұрынғы Айгүл емес, мүлдем өзгергенсіз деп. Мен өзгергенде бір түрім өзгеріп кеткен жоқ қой. Сол Айгүл ең өзгерген нәрсе менің ішімдегі перетрансформация. Сондықтан өзіңіздің қолыңызда, және де маған үлкен көмегін көрсеткен ол әрине менің мықты психологым Нейлечканың үлкен көмегі бар. Әсіресе менің әкеммен табысуымда, жалпы өзімнің миымдағы бір блоктарды, мусорлар тазалауыма үлкен мұрындық болған. Және менің қайтпай жасаған жұмысымның арқасында біз Нейл екеуміз үлкен жетістікке жеттім десем қателеспеймін. Сондықтан мен өзім Нейлечкама алғысымды шексіз айтқым келеді. Айтпақшы, өзіңіздің бәрі психолог керек деп тапсаңыз, мынау әр түрлі интернет желісіндегі әшейін ойнап жүрген инфо-цыганство деп жатады, әр түрлі нәрсе айтады ғой, тарап жүрген ақпараттан гөрі нақты біліп, нақты өзінің маманына бару керек. Психолог десеңіздер, міндетті түрде Нейлаға хабарласыңыздар.